Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақтың сабағын бастаймыз. 53-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы баяндауыш. 9-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала уық шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз үй жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып, байланғанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Ол кім? Бұл не кітабынан. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Киіз үй қалай тігіледі? Мәтіннің өзің бұрын естімеген жаңа сөздерді тап. Басқұр, уық. Тапқан сөздердің мағынасын сөздікте біліп ал. Басқұр дегеніміз киіз үйдің ішін безендіру үшін әрі уық пен керегенің түйіскен жерін сыртынан бастырып таңатын көрнекті жалпақ құр. Уық дегеніміз керегеге басымен шаңырақты ұштастыратын ағаш, ол сәмбі талдан жасалады. Тігілді, байланады, орнатылды, тартылады, көтеріледі, байланады. Бұл сөздер бастауыштың ісім қимылын білдіреді. Олар сөйлемнің баяндауыш мүшесіне қатысты. Бастауыштың ісін қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Дана не істеді, оқыды. Найзағай не істеді, жарқылдады. Асан не істеп отыр, оқып отыр. 10-ші жаттығу. Сөйлемдерді көркем етіп жазамыз. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Кереге басқұрмен тартылады. Шаңыраққа уық шаншылады. Баяндауыштарды тауып, сіз бұл сөздер сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін сызып көрсет. Бұл жерде баяндауыш тартылады, шаншылады. Енді сөздердің байланысы. Кереге тартылады, шаңыраққа шаншылады. 11-ші жаттығу. Берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздер тауып айт. Оқушы не істеді? Оқыды, жазды, ойнады, барды, су қайнады, тасыды, төгілді, ақты. Бұл сөздер сөйлемде тұрлаулы мүше болып тұр. Оқушы оқиды, оқушы жазады, оқушы билейді, су ағады, су тасиды, су ішеді. Баяндауыш болып тұр. 12-ші жаттығу. Құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздер құрастырып айт. Балық суда жүзеді. Білім адамды шыңдайды. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаздық. Енді бастауышының асын 1, баяндаушының асын 2 сызықпен сызамыз. Мысалы, бұлан бастауыш, мекендейді, баяндауыш. Балық бастауыш, жүзеді, баяндауыш. Білім бастауыш, шыңдайды, баяндауыш. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.